Калий, яғни іш қаталаудан үй шариғатында табиғи жолмен құтылуды қалайсыз бе? Қазіргі күнде адамдардың арасында ең көп ұшырасатын машқала бұл іш қату, яғни калит машқаласы болып есептелінеді. Іш қату, яғни калит болған организмде төмендегі 5 түрлі өзгерістер жүзеге келуі мүмкін. Солардың біріншісі бауырдың зорығып істеуі, яғни нәрселердің организмге қайта сорылуы нәтижесінде организмді тазалау мақсатында бауыр өз жұмысын 2 есе зорығып істейді. Бұл болса бас ауруына hamda тез шаршауға себеп болады. Екінші себебі бұл ішек бұл организмнің айнасы есептелінеді. Егер де ол жерде ұзақ уақыт davamında дәрет топланып қалса, нәтижеде токсиндер сыртқа шықпай теріге қарай шығады. Бұл болса теріде әр түрлі угрилердің пайда болуы, аллергиялық таспалардың пайда болуына алып келеді. Үшіншісі бұл геморрой. Бархолла күшену нәтижесінде ішектегі қан тамырларына басым түсіп, нәтижеде геморрой пайда болуы мүмкін. Төртіншісі паразит hamda инфекциялардың көбеюіне қолайлы шариғат жаратылған болып, ол жерде көбейіп бастайды. Бесіншісі бұл ең ахметлісі болып есептелінеді. Ұзақ уақыт davamında тұрып қалған дәрет бұл ішектің ісінуіне алып келіп, онкологиялық кеселдіктерге себеп болуы мүмкін. Үй шариғатында калиттен табиғи жолмен қалай құтылу керектігін білу үшін маған подписаться басың, hamda дайректке плюс белгісін қалдырың.